өкініштісі, баспанасыздарға арналған әлеуметтік оңалту орталықтарда да, медициналық айықтырғыштарда да түскендердің басым көпшілігі өзіміздің қарагөз қазақтарымыз екен. Арақпен ақыл айтар аузын ластап, шайтанның шаттық тапқан базарынан, ауызша мұсылманмын дегенімен, ісмен келтіріп жүр таза күмән. Жоқ па не? Жоқ болса өтетсек. Туылған күніңіз, айы күнін айтыңызшы. Бәрі өліп қалды ғой. Енді сендер жасырмай тұрсыңдар ғой. Сөйлеңді бірдеңе. Меркен сізге район, сосын поселок қандай? Талғажан ғой. Айына 5 рет түспесе басталады. Біз түскен адамдарды сараптама жасаймыз ғой, статистика деп айтаймыз, жасқа бөлеміз. 18 бен 25 жастағы адамдар қаншалықты? 25 бен 40 жастағы азаматтар 40 жастан жоғары деп осындай 3 жаңағы бөлеміз. 3 жаңағы сұрыпқа бөлеміз, категориясын сұрып дейміз, бөлеміз. Сонда асым жаңағы көп пайызын, басым көпшілігін өзіміздің енді жастар құрайды. Жастар құрайды. 18 бен 25 жастарға жастар басым пайызын солар құрайды. Түсіп жатқан азаматтардың ішінде енді басым көпшілігі әрине енді айта жанымызға батады. Өзіміздің жаңа қара көздер. Енді солармен жаңа сөйлескен кезде, әңгімелескен кезде сұрақ қоямыз ғой, неге? Енді атамыздан қалған ас емес, ешкім жаңағы қойып жатқан. Сонда айтады, бұлардың жаңағы жастардың қазір енді мына жаһандану заманы ма, жастардың еліктегіштігі ма, бұлар жаңағы теледидардағы көрсетілген бағдарламаларға қарай бұрады. Жаңағы саны бар, сапасы жоқ, оның тәрбиелік мәні бар қарағанда мәні жоғы, басым көпшілік. Одан кейін барса жарнамалар. Енді соған жаңағы мойын бұрадылар, соған сілтейді. Егер ол жаңағы ішуге болмайтын болса, осындай зияны болатын болса, оны неге жарнамалайды деген енді. Ол енді біз өзімізді тақырып енді сондай болып жатады. 30 орындық айықтырғышқа түсетіндердің басым көпшілігі Алматыға басқа қалалардан жұмыс іздеп келгендер мен студенттер екен. Әйелі мен бала шағасы менің әкем табыс табуға, әке шешесі менің балам білім алуға кетті деп үміт артып жүргенде, кейбір бауырларымыз арам судың жетегінде жүріп азып тозуда. Арақ ішіп сыраны сімірген жұрт шайтанның мерт болуда жебесінен, бұл арақ адамзатты аздыруда, құлынды айырғанда енесінен. Ағайын есіңдерте жинамасаң, ел ертең айырлар егесінен. Өзіміз түзелмесек өзге біреу, оқ атса қалқан болмас денесімен. Арақтың топанынан құтқаруға пайғамбар келмес бізге кемесімен.